Ассалаумағалейкум. Мәселен, жіптен Нұрсатқа ғой, иә? Нұрсатқа, иә. Өздерің осы жақтан боласыңдар ма? Иә, қаланыкі. Өзің қайдан боласың, бауыр? Мен өзім негізі Балқаш жақтан. Балқаш туған жерің ба? Туған жерім емес, туған жерім негізі Қытай ғой мен. Қытайдан келген қазақ. Оралмансың ба? Қазақсың ба? Қазақпын ғой, иә. Енді оралмансың ба дегенде. Негізі Оралман деген менің атамнан қалған атым емес. Енді қазақ болсаң, бауырым, қазақ шығарсың енді. Бірақ бәрібір де оралмансың ғой. Иә, Оралман шығармын. Бірақ егер шетелде жүрген қазақтар біздер Оралман болатын болсақ, мынау Ташкентті билеген Төле би бабамыздың рухы бүгінгі Қазақстан үшін Оралман ба? Сонау басы Россияда жатқан бүгінгі күнде Кенесары ханның басын Қазақстанға қайтаратын болсақ, ол Оралман ба, Орал ма? Мына Мысырды билеген Бейбарыс сұлтан, ол бүгін Оралман ба? Бүкіл түрік әлеміне әйгілі, әуел десең атағы Америкаға дейін жеткен Оспан Батыр бүгінгі Қазақстан үшін Оралман ба? Айтқаның дұрыс қой, бауырым. Бірақ жалпы ол кісілердің тағдыры басқа ғой. Сендер ашаршылық кезде қашып кеткенсіңдер ғой. Енді бауырым, шетелдегі қазақтардың қайсысының басынан қандай тағдыр өткенін мен айта алмаймын. Бірақ кешегі тарихты сынайтын бүгінгі ұрпақтар біздер емеспіз ғой. Ашып кетті деген күннің өзінде. Бүгін басыңа мылтық тақап тұрса, бала шағаң аштан өліп жатса, қандай да бір пенденің қандай шешімге келетінін қайдан білесің? Бір Алла біледі. Сендер квота үшін келесіңдер. Алға тыныш өмір, әдемі өмір сүру үшін келесіңдер. Дұрыс па? Мен өзім үшін жауап берейін, Қытайдағы қазақтар үшін жауап берейін, иә? Бұл Қытайдағы қазақтар басында үй деген оларға проблема емес. Мысалы, шынымен мойындасаңыздаршы, бүгінде 70-80% қазақтың басындағы ең үлкен проблемасы үй ғой. Әуел кейбіреулер өмірінің соңына дейін бір квартираға қол жетпей жатыр. Ал ол Қытайда сен отбасы құрғаныңнан бастап сенің басында үй болу міндетті. Мен де өзім квартирада тұрамын, мысалы. Таксовать етіп жанымды бағып жүрмін осы жерде. Маған сондай комфорт өмір керек болса, мен сояқтақ жүре беретін едім. Тұра тұр, бауыр. Біз осылай көшетін кезде әкемнің бір Қытай досы оған айтқан еді да, сендер ояқта не істейсіңдер, олар дамымаған ел. Сен осы жақта жүре берсеш, өмір сүре берсеш деген кезде әкемнің мына бір сөзі менің есімде қатты қалып кетті. Бізде сендер сияқты ұрпағымыздың және ұлтымыздың сақталғанын қалаймыз. Қазақ болып қалған. Сіздің жүрегімізде не жатқанын сіздер түсінбейсіздер. Тек әртүрлі осындай сөздеріңізбен тек қана біз жүректерімізді ауыртқанды ғана білесіздер. Ренжіме, бауырым, артық айтсақ. Шерхан Мұртаза деген атам бар. Сол кісінің бір керемет сөзі бар. Жаңағы әңгімеден кейін есіме түсіп отыр. Моңғолдың қазағы, Қытайдың қазағы, Американың қазағы дейтін қазақ жоқ. Тек жер бетінде бір қазақ бар деп айтқан. Алашымның қара таудай баласымын.